Менде убакыт деген енді көп болды менде убакыт. Жұмыс істемейтін едім. Анда енді Құран бітіргеннен кейін оны қайталауыңыз керек қой. Соған тағы да қосымша ұстаздарды іздей бастадым да менше. Сөйтіп, сол телеграм чаттарына кірген болатынмын, сол себепті. Жаңа бір сөзіңізде біз бұған дейін сөйлесіп алдық қой. Алдап шақыру деген дүние болды ма жерде? Алдап қызығу, бір сілтемені басып, сол топқа жинау, тек қана қыздар, сосын жаңағы ол отырған ұстаз кім ол? Шынымен бар адам ба? Алдап шақырған жоқ. Өзім қызығып кеттім да, өзім енді ілімге қызығатын болғаннан кейін өзім кірдім да. Ана бір заставить етіп или болмасам тартқан жоқ та, мен өзім кірдім. Өзім кіріп, сол оқып, Құраннан басынан сол тауып алуда болдым менде. Бірақ талибалар деген кезінде жоқ едім. Кейін барып кірдіңіз. Кейін сол тауып алып өзгергеннен кейін бірінші рет кірдім да ол группаға. И сосын ол жерде оқитын едік, сол адаспасам сол фиқ оқитын едік, ақидама да? Қайда еді? Ақида болды деп те айтқанда. Бірінші ақида. Ақида болды, фиқ болды деп. Бұл кісі ахлақ. Ұстазды танитын ба едіңіз? Ұстазды танымайтын едім. Ол ойдақ айтып, қай жерде тұратынын түсінік болды ма? Алдауы мүмкін деген. Жоқ, болған жоқ. Өйткені енді мен ол кезде жас едім, барлығына сене беретін деген сияқты ше. Бірақ онда енді жаман нәрселерді айтпайтын, сол өзіне тарта берді, мындай ілімде екені білінетін, сабақ өткен кездерінде ше. Басқа қыздарды мысалға жарайды деп айтайын. Сіздің жаттаған Құраныңыз бар, бірнеше жыл қателеспесем білім алдыңыз, бәрібір ана ұстазды білесіз ғой. Мысалға сізден басқа қыздар медреседе оқымаған болуы мүмкін, ол ұстаздың қандай екенін білмеуі мүмкін. Сіз кәдімгі сағат 9 бен 2-нің арасында білім алған азаматшасыз ғой, негіздеп жатқаным ғой. Көрдіңіз бе, сіз сияқты адамды құрығына түсірсе, демек олар оңай адам емес екен. Сосын ақша жинау деген нәрселер қай уақытта басталды? Бірінші сабақ болды, иә, сабақ болды. Сосын сол группаның өзінде де ақша сұрайтындар болатын еді. Өзбекстанның азаматтары, Қырғызстанның, сондай қиналып қалдым отбасымда деп ше, жалғыз басты анамын дегендер де болатын еді. Бірақ олар енді танымаймыз, білмейміз ғой оларды. Тастамайтын едік те. Ұстаз жазған уақытта тастадыңыз, мәселе сол болып тұр ма? Ұстаз енді білім беріп жатыр ғой бізге. Андай ілімінде хақысы деген сияқты де. Сондай тастадық та енді. Барып беруіміз керек. Ол сұрамайтын еді. Оқуның ақы, мысалы, бізді тегін оқытып жатыр ғой деп өзімізде тастайтын едік та.